Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі күннің жады мен сабақтың тақырыбын дәптеріңе жаз. Дәптерге әдемі етіп әрі таза жаз. Бүгін қыркүйектің 2-сі. Сынып жұмысы, сабақтың тақырыбы 2-ші сыныпта оқимын. Орыс тіліндегі аудармасы «Я учусь во 2 классе». Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болайық. Нешінші, который, какой. Екінші, второй. Үшінші, третий. Қабат, этаж. Нешінші қабат, какой этаж. Үшінші қабат, третий этаж. Жаңа сөздерді дәптеріңе жазып ал. Бірінші тапсырма. Оқы және қайтала. Сен нешінші сыныпта оқисың? Мен 2-ші сыныпта оқимын. Сен нешінші сыныпта оқисың? Мен 1-ші сыныпта оқимын. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы және сұрақтарға жауап бер. Менің атым Әлібек. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Мынау менің мектебім. Менің мектебім үлкен. Менің сыныбым 1-ші қабатта. Мен 2-ші қатарда 3-ші партада отырамын. Енді сұрақтарға назар аударамыз. Бірінші сұрақ. Сенің атың кім? Менің атым Әлібек. Екінші сұрақ. Сен нешінші сыныпта оқисың? Әлібек нешінші сыныпта оқиды? Үшінші. Сенің сыныбың нешінші қабатта? Әлібектің сыныбы нешінші қабатта? Келесі 3-ші тапсырма. Бұл жазбаша тапсырма. Яғни дәптерге жазамыз. Суреттерге қара және өздерің қалаған сурет бойынша диалогты толықтырып дәптерге жаз. Мысалы, 1-ші сурет бойынша «Сәлеметсіз бе апай? Менің атым Айдар». 2-ші сурет бойынша «Сәлем, менің атым Саша». «Сәлем, менің атым Арман». Бүгінгі қазақ тілі сабағы осымен аяқталды. Сау болыңыздар.